Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге бонафи пай дайындаймыз. Ең алдымен қамырынан бастасақ, ұнға май, қант қосып, құм тәріздес песочный тесто болғанша араластырамыз. Үстінен жұмыртқа қосып, нанымызды біріктіреміз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді жайып, формочкаға салып, 180 градуста 10 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен соң үстінен вареный сгущенка жағамыз. Енді бананымызды тазартып, біртіндеп тураймыз. Вареный сгущенканың үстіне қойып шығамыз. Жаңғағымызды тазалап, майдалап турап, үстінен себеміз. Енді креміне келетін болсақ, менде сливки мен қантты араластырып, миксерлеп, формочкамен тізіп шықтым. Үстінен әдемілік үшін какао сепсеңіз болады. Осымен біздің бонафи пайымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.